Сәлеметсіңдер ме қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз мынандай өрнек тоқып үйренеміз. Алдарыңызға схема көрсетіп отырмын. 7 ғана ілмектен тұратын, жоғары қарай 4 қатардан тұратын. Бұл ажурная вязка, яғни өрнегі өте әдемі, жеңіл тұрады. 2 қатар воздушный петля, оңға қарай біріктіріледі, бір оң, солға қарай біріктіріледі, және бір оңынан воздушный петленеді. Одан кейін бұл бер жағынан оң түскенмен ар жағынан теріс тоқылады. Но міндетті түрде теріс болып, үнемі теріс болып жүреді. Ары қарай бір оң воздушный петля, үшеуін бірге, бір оң воздушный петля және бір оң тоқылады. Ар жағы оңын солын сол, оңы оң болып тоқылады. Міне осындай ғана өрнектен тұрады. Өте әдемі, жеңіл, өзіме қажетті 25 ілмек алып қойдым. Міне 25 ілмек алдым. Енді осыны қазір бірден осы өрнекті салатын боламыз жаңағы схемаға. Міне қыздар, бірінші қатарымызды бастаймыз. Жібімді ыңғайландырып алайын. Так, міне бірінші ілмегіміз іліп аламыз. Кадрдан кетіп қалып жатырмын, қыздар, кешіріңіздер. 2 теріс тоқылды. Енді воздушный петля іліп алдым. Екеуін оңға қарай біріктіреміз, оң тоқумен. Біреуін тоқып аламыз, ортасы бұл. Енді 2 ілмегімізді солға қарай біріктіріп, оңнан тоқимыз. Міне, енді воздушный петля 2 теріс. 2 теріс үнемі қыздар жүреді. Енді воздушный петля оңға қарай біріктіреміз. 2 ілмекті, бір оң. Ендігі 2 ілмекті солға қарай біріктіреміз. Воздушный петля 2 теріс. Міне осылай қыздар жұмыс соңына дейін осылай қайталанады. Екінші қатар қыздар тоқи бастаймыз. Міне жібімді ыңғайландырып жатырмын. Бірінші ілмек міндетті түрде ілініп алады. 2 оң кетті, 5 теріс кетті. Міне бірінші 2 теріс, 3 теріс, 4 теріс және 5 теріс. 2 оң, 5 теріс. Болды, ешқандай өзгешелігі жоқ. Жол соңына дейін осылай 2 оң, 5 теріс болып тоқылады, суреттегідей. Енді үшінші қатар, қыздар, үшінші қатар. 2 терісіміз міндетті түрде бірінші ілмегімізді іліп аламыз. Іліп алдық. 2 теріс кетеді. Енді бір оң және бірден 3 ілмекті біріктіріп аламыз оңынан. Міне үшеуін бірге оң тоқыдық. Воздушный петля кетті, бір оң. 2 теріс, бір оң, воздушный петля, үшеуін бірге іліп аламыз, воздушный петля және бір оң. Міне жол аяғына дейін дәл осылай тоқып шығасыздар. Енді қыздар, 4-ші қатар ешқандай өзгеріссіз 2 оң, 5 теріс болып тоқылады. Міне қыздар, 4-ші қатарды тоқып бітіріп жатырмыз. Суреттегідей 2 оң, 5 теріс кетуді ұмытпаңыздар.
Міне қыздар, алғашқы 4 жолды, яғни 4 қатарды тоқып бітірдік. Міне осындай әп-әдемі өрнек шығады. Қазір дәл осылай қайталап шықсаңыздар, әдемі өрнек шығатын болады. Суретті Instagram парақшама қойып қоям, сол жерден қарасаңыздар болады. Міне мен бірнеше қатар тоқыдым. Осындай әп-әдемі жіп-жіңішке өрнектері әдемі түседі. Бұдан сіздер кофта тоқысаңыздар да, жакет тоқысаңыздар да, тағы да кардиган тоқысаңыздар да, әртүрлі зат тоқылуға болады. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.